Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз пысықтауышты өтеміз. Пысықтауыш тұрлаусыз мүшелердің бірі. Ең соңынан өтетін пысықтауышты көп оқушылар қиын көреді. Ең соңынан қойғаны, өйткені қиын болғасын ең соңынан қойған ғой деп айтып қояды оқушыларымыз. Негізі пысықтауыш қиын емес, бірақ оқушылар пысықтауышқа келген кезде пысықтауыштың мағыналық жағынан пысықтауыш өзі 6-ға бөлінеді ғой. Сосын сол 6 түрі бар ғой. Бұны біз қай кезде жаттап боламыз деп қорқады да. Сосын өзі көз қорқақ деген бар ғой. Көз қорқақ қол батыр дейді. Сол көзімен көріп ойбай мынаны қай кезде жаттаймын деген қорқыныш болуы мүмкін. Сол қорқыныштың әсерінен ол оқушылар пысықтауышты шатастыра бастайды. 6 түрін қалай жаттаймыз? Анықтауыштың өзін зорға жаттадық қой дегендей бір қорқыныш өздерінде болады бойында. Содан кейін қорқып тұрған адамға қаяқтан қонады білім. Сосын ол шынымен де шатаса бастайды. Енді негізі осы пысықтауышты өстіп шатастыратын болғандықтан мен бір сабақ емес 2 сабаққа бөліп пысықтауышты өткім келіп отыр. Өйткені пысықтауыштың 6 түрі бар. Кейбір кітаптарда 7 түрі бар деп жазады, кейбір кітапта 5 түрі бар деп жазады. Негізі бізде бір ізделік жоқ, бірақ мен 6 түрін түсіндіріп айтамын сендерге. Енді балалар, ең алдымен пысықтауыш тұрлаусыз мүшелердің бірі дедік. Оның мағыналық жағынан 6 түрі бар дедік. Енді оның ең бірінші шартты белгісіне келейік. Шартты белгісі дегенде қалай сызылады деген сөз ғой, асты қалай сызылады. Мысалға біз анықтауышты ирек дедік, бастауышты бір сызық, баяндауышты екі сызық, толықтауышты тек тере дедік. Енді пысықтауыштың қалай сызылатынын есімізге сақтап алуымыз керек. Енді оны толықтауыш пен анықтауыштан шатастырып алмауымыз керек. Кейбір оқушылар тақтаға шығарсақ, кейбір оқушылар айтады, апай қандай сызылатын еді, ирек пе, әлде мынандай ме деп тұрады. Өзіне өзі сенбей тұрады. Тіпті шартты белгісінің өзінің қалай сызылатынын білмей тұрады. Сондықтан шартты белгісінің өзін есімізге жақсылап сақтап алу үшін мен мынадай бір затты айтқым келіп отыр. Ең алдымен пысықтауыш деген сөзді есімізге сақтап аламыз, иә? Пысықтауыш. Енді пысықтауыштың шартты белгісі қандай деген кезде көз алдымызға мен суретін салып қойдым. Мынадай суретін салып қойдым. Мынадай машинаның суретін көз алдарыңа елестетіңдер. Енді бұл машина неге салдық дедік қой, мен онша керемет суретші емеспін. Әйтеуір машина сияқты болып тұрса болды деп қоя салдым. Енді мен негізі суретке онша едім жоқ. Енді міне машина деген кезде біз мына астыңғы жағына қараймыз. Міне, мынау не? Бұл мына сызық. Мынау не? Бұл біздің домалағымыз. Мынау не? Мынау сызығымыз. Мынау не? Бұл біздің домалағымыз. Мынау не? Бұл сызық. Не шықты? Пысықтауыштың шартты белгісі шықты. Яғни пысықтауыш бұлай сызылады екен. Сонда мынау машинаның асты. Бұлай қарай машина салып жіберсең, машина болып шыға келеді. Автобус болып шығады әйтеуір. Сонда мынаның аяқ жағын есімізге түсіруіміз керек екен. Пысықтауыштың шартты белгісі осы. Сендердің естеріңде жақсы сақталсын деп мен әдейі осыны ойлап есінде сақтайды-ау деп осыны әдейі сендерге алып отырмын. Ең алдымен пысықтауыш дегенді есімізге сақтаймыз, сосын машина дейміз. Машинаның астыңғы жағына дөңгелегін, 2 дөңгелегін, шетінде тұрған 3 жағын несін қоямыз? Міне үшеуі, біреуі, ортасындағысы, шетіндегісі. 3 сызық, 2 дөңгелекті қойсақ, пысықтауыштың шартты белгісі шықты. Солай емес пе? Енді балалар, біз пысықтауыштың шартты белгісін есімізге ұмытпайтындай етіп жаттап алдық деп ойлаймын. Бұл өте оңай жағы әдісін ұсындым сендерге. Бұндай әдісі ешкімде жоқ. Жалпы өзің есте сақтау үшін жақсы нәрселерді есіңе сақтасаң, тез жаттайсың. Зрительная память деген болады. Мына суретті жақсылап қарап аласың, сосын көзіңді жұмасың, сол кезде көзіңді жұмған кезде осылар көз алдыңа елестейді. Сонда көзің арқылы жаттап жатырсың. Мына машинаны көзіңмен жаттап алуың керек. Сол кезде шартты белгісі есіңе түседі. Енді шартты белгісін жаттадық, енді түрлеріне келейік. Пысықтауыштың 6 түрі бар дедік. Енді оңай болу үшін мен тағы да сендерге бір басқаша әдіспен сендерге түрлерін көрсеткім келіп отыр. Енді алдымен біз алдымен біз пысықтауыштың 3 түрін
жаттаймыз. Неге 3 түрді? Өйткені 3 түрі де бір әріптен басталады екен. Енді міне біріншісі жазбай тұр. Жазбай тұр. Енді балалар біз бірінші түрі, міне, мезгіл, мезгіл пысықтауыш. По деп қоя салайын, мезгіл пысықтауыш. Екіншісі мекен пысықтауыш. Мекен пысықтауыш. Үшіншісі мақсат пысықтауыш. Енді балалар қараймыз. Мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, мақсат пысықтауыш. Үшеуі де дан басталады міне. Мезгіл мекен мақсат Көрдік па? Сонда не шықты бізде? Естиміз, көзімізді жұмамызда дейміз. Мына тамақтың дәмдісін ай дейді ғой, бір керемет бір нәрсе жеген кезде дәл сондағы бұл үшеуін бір жаттап алсақ, қалған үшеуін келесі сабақта жаттайтын боламыз. Енді мезгіл пысықтауыш алдымен атын жаттап аламыз ғой. Көзімізді жұмамыз, дегенде есімізге түсіреміз. Біріншісі мезгіл, өйткені бұл уақытын көрсетеді. Екіншісі мекен, бұл қай жерде болғанын көрсетеді. Үшіншісі мақсат, бұл не мақсатпен жасалғанын көрсетеді. Енді біз қалай жаттаймыз? Тағы да бір оңай сендерге әдісті ұсынғым келіп отыр. Ол жерде міне, оны былай қыламыз. Мысалға менің туған күнім. Әркім өзінің туған күні бар ғой? Өзінің туған күнін ешкім ұмытпайды. Сондықтан өзінің туған күнін жазады. Мысалы менікі 16 ақпан, Мысалы 16 ақпан дейік. Ақпан. Мынау мезгіл, Мынау бізде 16 ақпан деп тұрғанымыз мезгіл. Мекені үйде дейік мысалға. Қайда? Үйде, мысалға. Үйде. Мақсаты 16 ақпан үйде қонақтар дейміз, мысалға. Қонақтар. Қонақтар келді дейік. Қонақтар келді дей салайық. Енді туған күнде қонақтар келеді ғой. Енді бұл жерде 16 ақпан мезгіл, үйде, қайда, бұл мекен, қонақтар деген кім? Мақсат деген адам. Мақсат деген адамның аты деп елестетеміз ғой. Мақсат деген адамның аты, баланың аты деп есептесек, мына қонақтар деген мақсат деп қоя салуға да болады. 16 ақпан үйде мақсат келді. Сол кезде тез естеріңе сақталады. Мына үшеуін жаттап алсаңдар, мына үшеуін жаттадық деп есептей беріңдер. Түсіндік па? Жақсы методика ма? Жақсы үйренуге, ұмытпауға, оңай жаттауға мүмкіндігі бар ма? Ең алдымен мезгіл, ол 16 ақпан. Мекен, ол үйде, қайда? Үйде, ресторанда, қонақта, бір жерде туған күн қайда болып жатыр? Кафеде деген сияқты ғой. Ал мақсат деген адам, қонақтар. Кім? Мақсат. Сонда 16 ақпан үйге қонақтар келді. Үйде қонақтар бар. Болмаса қонақтар келді емес, қонақтар бар дей салсақ та болады. Сонымен енді сұрақтарын айтамыз. Мезгілдің сұрақтары өзі белгілі, мезгілдің сұрақтары. Мезгілдің сұрақтары аты айтып тұр, қашан, қай кезде, қай уақытта деген сұрақтар мезгілді көрсетеді. Мекен пысықтауыштың сұрақтары қайда, қайдан, қалай қарай, қашаннан бері деген сұрақтар. Мақсат пысықтауыштың сұрағы неге, не мақсатпен, кім үшін, не үшін. Оп-оңай сұрақтары. Атын айтсам, сұрағы өзінен өзі шығып тұрады. Мезгіл деген уақыт қой, қашан деген сұрақ осы ғой дейсің, бірден тауып аласың. Мекен деген өзі орналасқан жері ғой. Қайда, қайдан.
қалай қарай десең өзі мекен шығады. Мақсат деген белгілі. Не мақсатпен барғаны? Неге барды? Неге? Кім үшін? Не үшін? Не мақсатпен десең, өзі үшеуінің де сұрағы өзінен өзі жатталып қалады. Оңай ма балалар? Оңай болса, осылай жаттап алыңыздар. Ол өте сендерге тез жаттауларыңа және ұмытпауларыңа жақсы көмегі тиеді. Ұнаса балалар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, осы пысықтауышқа байланысты, пысықтауыштың түрлеріне байланысты сұрақтарың болса, міндетті түрде жазып қойыңдар. Мен оған жауап беретін боламын. Дәл сол күні жауап бермесем де, ертесіне болсын, түнде болсын, әйтеуір жауап беретін боламын. Ол жағынан ешқандай уайымдамай қойсаңдар болады. Бірақ осындай каникулдың кезінде сендер жақсылап жаттап алуға тырысыңдар. Мынау әркім өзінің туған күнін үйде қонақтар бар деп жазып қоямыз. Сол кезде осыны тез жаттайсыңдар. Олай болса балалар, іске сәт. Сау болыңдар.